Дәріс тақырыбы әдебиетті оқыту әдістері жаңа технологиямен оқыту. Дәріс жоспары жаңартылған білім мазмұнының ерекшеліктері, артықшылықтары. Қазақ әдебиетін оқытудың негізгі мақсаты мен міндеттері, қазақ әдебиеті оқулығының мазмұны мен құрылысына қойылатын жаңа талаптар, орта мектептің оқу бағдарламалары. Жаңартылған білім мазмұнының ерекшеліктері және артықшылықтары. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, актыны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу. Функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді, бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегияларын қолдану болып табылады. Жаңартылған білім мазмұны арнайы кестеге сәйкес кезең-кезеңмен енгізіледі. 2016 жылы 1-ші сынып, 17 жылы 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар, 18 жылы 3, 6, 8, 10-ші сыныптар, 19 жылы 4, 9, 11, 12-ші сыныптар. 2020 жылға қарай 12 жылдық құрылыммен жаңартылған білім мазмұнына көшу барлық сыныптарда аяқталады делінген болатын. Жаңартылған білім бағдарламасының ең бірінші ерекшелігі пән мазмұнының спиральды берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің білім беру үдерісі, яғни 1960 жылғы атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Брунердің жұмысына негізделген спиральды білім беру бағдарламасының негізгі ерекшеліктері. Жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшелігі қандай? Бұл бағдарламаның дәстүрлі бағдарламадан ерекшелігі. Пән мазмұнының спиральды қағидатпен берілуі, яғни пән мазмұны қарапайымнан күрделенуі. Екінші, Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы. Үшінші, бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мақсатында ортақ тақырыптардың берілуі. Төртінші, оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы ұйымдастыру. Бесінші, оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік рухани қасиеттерін қалыптастыру, білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою. Жетінші, бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы. Сегізінші, оқытудағы жүйелі әрекеттік ұстаным, яғни оқушының білім алу үдерісіне белсенді қатысуы. Блум таксономиясы бұл білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау деген сатылардан тұрады. Яғни бұнда білу мен түсіну, ойлаудың ең төменгі деңгейі болады, қолдану мен талдау ойлаудың орта деңгейі, ал жинақтау мен бағалау бұл ойлаудың ең жоғарғы деңгейі болады. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қаран, келешегі тұман деген болатын Міржақып Дулатов. Қазақ әдебиетін оқытудың негізгі мақсаты мен міндеттері. Дәрісті өзектілеу мақсатында студенттерге әдебиет пәні жалпы білім беретін мектепте оқытудың басты мақсат міндеттері не деп сауал тастасаңыз, сан алуан пікірлер мен көзқарастарды туғызасыз. Пікірлер бір-бірінен мағыналық жағынан алшақ болмағанымен, бірін-бірі қайталамайтындай сан қилы болып келеді. Әдебиет пәнін оқытудағы басты мақсат бұл туған еліңнің тарихын таныту. Әдебиет пәнін оқытудағы мақсат халқымыздың бай әдеби мұрасын білу, оқушыларды көркем, шешен сөйлеуге үйрету, әдептілікке, жақсы жаманды айыра білуге үйретеді, салт дәстүрімізді танытады, ел әдебиетін, мәдениетін білгізеді, тарихи кезең мен әдеби үдерістен хабар береді, ақын жазушыларымызды насихаттайды, ақын жазушыларымыздың көркем сөз айшықтарын танытады. Міне тағы да сол сияқты әртүрлі сан қилы пікірлерге ұласып кете береді.
Яғни айтылған пікірдің ішінде әдебиет пәнін басқа пәндердің құрамына енетін оқу тәрбие мазмұны бар екендігі де байқалады. Мәселен, туған халқымыздың тарихын тарих пәні арқылы да білуге болады. Көркем сөйлеу мен сөз мәдениетін үйрететін басқа да пәндер бар емес пе? Ал оқушылардың логикалық ойлауын дамытатын математика сияқты жаратылыстану циклінде пәндерді айтуға болады. Сонымен әдебиет пәнінің басты мақсат міндеттерін қандай оқу тәрбие үдерісі жатады деген сауалды тағы да пысықтау қажет болады. Себебі кез келген мұғалім өзінің оқытатын пәннің мақсат міндеттерін жете түсініп, түйсінгенде ғана нәтижелі еңбекке бағытталады. Кейбір сабақтарда мұғалімнің өз мақсаты мен міндетін жете түсінбеуі көптеген олқылықтар туындатады. Ол мұғалімнің сабақты ұйымдастыруындағы іс-әрекетінен танылып жатады. Әдебиетші мұғалім ең алдымен көркем сөз сипатын ашатын заңдылықтарды білуі керек. Сондай-ақ көркем туындыны талдаудың ғылыми әдістемелерін жетік меңгеру керек. Әдеби шығармаларды талдауда мұғалім мен оқушы арасындағы бірлескен сабақ, бірлескен шығармашылық, өнерпаздық орын алуға тиіс, дейді белгілі әдіскер мұғалім Қанипа Бітібаева. Бұл пікірге қосарымыз мұғалім шығарманың көркемдік әлемі мен авторлық ұстанымды, шығармадағы ой қатпарларын терең танып, оқушыны көркем таным сүрлеуіне дұрыс бағыттай білу керек. Сонымен әдебиет пәнін оқытудың мақсат міндеттерін топтастыра отырып саралап көрсек, әдебиет пәнін оқытуда мұғалімге бірнеше міндеттер жүктеледі. Әдеби білімнің алғашқы сатысы бастауыштан басталады. Бастауыш сыныптарда оқитын ана тілі сабақтары көркем шығарманың танымдық бағытын негізге алады. Жыл мезгілдері, оның қоршаған орта табиғатына, адамдар тіршілігіне әкелетін өзгерістері, туған өлке табиғатының ерекшеліктері, ата-ана, адамдық ізгі қасиеттер тағы да басқа ұғымдарды жас шәкірт санасына сіңіру де ақын жазушылардың шығармаларын оқу материалы ретінде жұмсалады да, әдеби теориялық ұғымдарды қалыптастыру басты мақсат етілмейді. Жалпы танымдық мақсат бұл әдебиет пәні арқылы қоршаған орта сырлары, адамдық құндылықтар, адамгершілік, ізгілік, мінез құлық, іс-әрекеттерді саралап тану, шығармада көтерілген басты тақырыппен қамтитын жанама тақырыптарын, шығарманың негізгі ой түйінін, авторлық ұстанымды таныту, көркем шығарма арқылы оқушының дүниетаным белсенділігін арттыру, оқушылардың сезімталдық, байқағыштық, аңғарымпаздық, сөйлеу, ойлау қабілеттерінің дамуына мүмкіндік жасау. Тәрбиелік мақсаты. Әдебиеттің тәрбиелік қызметі аса ауқымды. Әдебиет адам тану құралы ретінде оқушылардың жан-жақты тәрбиелеуге жол ашады оқушыларды. Әдебиет арқылы адамзаттық сананы, ізгілік дүниетанымды, ел жандылық пен ұлт жандылықты, отандық мәдениет пен имандылық, еңбексүйгіштік қасиеттерге тәрбиелеуге болады. Туған халқының тілі, оның әдебиетіне деген ұлттық сезімдерін тәрбиелеуге, бүкіл адамзат қауымының тілі, әдебиетіне деген қызығушылығын туғызуға, тіл мәдениетін қалыптастыруға болады. Әдебиет пәні арқылы тәрбие түрлерінің барлығын дерлік қамтуға мүмкіндік береді. Үшінші, бұл дамытушылық мақсат. Оқушының көркем шығарманы сезімталдықпен қабылдауын, образды ойлау жүйесі және шығармашылық қиялдауды, логикалық ойлау жүйесін дамыту, оқырмандық мәдениетті қалыптастау отырып, көркем шығарманы өз бетімен оқуға деген рухани қажеттік сұранысын дамыту, жүйелі ойлау мен сөйлеу дағдыларын дамыта отырып, өзіндік дүниетаным мен көзқарасын қалыптастыру, эстетикалық талғамын, қазақ әдеби тілін сауатты қолдана алу қабілетін, оқушының шығармашылық қабілетін, тіл мәдениеті мен сөздік қорын дамыту. Дидактикалық мақсаттар аясында әдебиет пәнін оқытудың міндеттері де саралана түседі. Атап айтқанда, көркем шығарма мазмұны мен құрылысындағы көркем заңдылықтарды терең танып, өмірлік шындық пен көркем шындықтың аражігін ажырата білуге үйрету, көркем шығарманың тақырыптық идеялың бірлігін таныту, сюжеттегі образ жасалуындағы типтік байланысты ұғындыру, әдебиет тану ғылымына кіріспе теориялық білім қалыптастыру, қазақ әдебиетінің ұлттық болмысын жан-жақты ұғынып, түрлі ұлттар әдебиетіндегі ұқсастықтарды ажырата білуге, басқа ел әдебиетінің көрнекі үлгілерімен салыстыра білуге үйрету, өзіндік талғамын қалыптастыру, қазақ әдебиетінің ғылыми негізі жайлы алғашқы түсінігін қалыптастыру, автордың көркем әлемін таныту, шығармашылық бейнелілікті, шығарманың көркем компоненттерін талдап таныту арқылы рухани эстетикалық талғамын қалыптастыру.
әдебиеттің өзіндік табиғатын даралай, саралай отырып, ондағы дәстүр мен жаңашылдық, әдеби кезеңдер, оның адамзат тарихымен тығыз байланысы туралы білімдерін қалыптастыру. Ұлттық мәдениет пен салт дәстүрді танып, туған әдебиеттің ұлттық ерекшелігі, халықтың әдет-ғұрып салт-санасының көрінісін, жанрлық стильдік ерекшеліктерін, көркем туындының идеялық адамгершілік мәнін түсіндіру. Адамзат әдебиеті мен мәдениетіндегі ұлттық әдебиеттің орны туралы ұғымдарын толықтыру, жетілдіру. Әдебиеттану ғылымы, сыны, оның мақсаты, міндеті, әдебиеттің тұлға қалыптастырудағы маңызы туралы білім беру. Түптеп келгенде қазақ әдебиетін оқытудағы басты мақсат жан әлемі жетілген, рухани түсінігі мол, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болмақ. Әдістеме ең алдымен мұғалімнің шығармашылық әрекетінің жүйелі болуына қызмет ететіндіктен, ол әдебиетші мұғалімдерге жоғары талаптар да қояды. Әдебиетші мұғалім ең алдымен көркем сөз сипатын ашатын заңдылықтарды білуі керек. Сондай-ақ көркем туындыны талдаудың ғылыми әдістемелерін жетік меңгеру қажет. Әдеби шығармаларды талдауда мұғалім мен оқушы арасында бірлескен еңбек, бірлескен шығармашылық, өнерпаздық орын алуға тиіс, дейді белгілі әдіскер мұғалім Қанипа Бітібаева. Қазақ әдебиетін оқулығының мазмұны мен құрылысына қойылатын жаңа талаптар. Оларға жалпы білім беретін қазақ мектептерінің 7-9 кластарында қазақ тілі мен әдебиетін теориялық әрі практикалық және тереңдете оқыту программасы, жалпы білім беретін қазақ мектептерінде 10 сыныбына арналған түркі халықтары әдебиеті пәнінің бағдарламасы, абай шығармаларын орта мектептерде тереңдете оқыту бағдарламалары. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі елімізде оқу әдебиеті сапасын көтеру мақсатында тың қадам жасады. Оқулықтардың сапасын анықтаудың жаңа критерийлерін жүйесін жасап бекітілді. Енді авторлар құрамы мен эксперттарды арнайы дайындық курстарында оқыту жұмыстары қолға алынды. Бұл осы уақытқа дейін көп айтылғанымен нақты шешім табылмай келе жатқан іс еді. Оқулық педагогикалық жүйенің ақпараттық үлгісі, оқулық нақтылы пән аясындағы оқыту үдерісін қамтамасыз ететін коммуникативті, ақпараттық, танымдық және дамытушы қызметтер атқарады. Оның стратегиялық бағдары қоғамның әлеуметтік тапсырысына, педагогикалық мақсаттарға, педагогикалық психологиялық ұстанымдарға, тәрбие және оқыту мазмұнына сәйкес нақты оқу тәрбие үдерісін жүзеге асыру. Оқулықта ғылым негіздері, оның заңдары мен әдістері баяндалуымен бірге теориялық материалдар оқыту мақсатына сай талданып, іріктеліп алынып, білімдерді баяндап жеткізудің өзіндік әдістемелік формасы мен бірізділігі сақталып, тәрбиелік мақсаттағы материалдар беріліп, пәннің оқушыға түсінікті жеткізілуі ескерілуі керек. Оқулық әйтеуір бір оқырманға емес, белгілі бір дәрежеде дайындығы бар, белгілі бір оқу сатысындағы білім алушыларға арналған құрал болып табылады. Сондықтан оқулық басқа басылымдардан атқаратын өзіндік қызметі, мазмұны мен мәтінге қойылатын арнайы талаптары және ерекше құрылымы арқылы ерекшеленеді. Оқыту теориясы бойынша іргелі зерттеулер жүргізген ғалымдардың пікірінше, оқулық жазу үшін терең білім жеткіліксіз, автор білім көкжиегі ой өрісі кең, оқулыққа қойылатын методикалық және дидактикалық талаптарды терең меңгерген, білім алушылардың жас және психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, түсініп білетін жан болу керек. Сонымен бірге оның ғылыми пайымдары оқушыға түсінікті тілде жеткізе алатын қадам шеберлігі, жазу қабілеті болуы керек. Автор ең алдымен педагог болғаны дұрыс. Оқулықтың басты мақсаттарының бірі тәрбиенің барлық компоненттерін қамтып, соның ішінде ұлттық, рухани, патриоттық тәрбие беру және тұлғаны жан-жақты дамыту десек, осы мақсаттарды жүзеге асыруда әлеуметтік тәжірибенің барлық негізгі элементтерін ескергені жөн. Оқулық әзірлеуде оның дидактикалық қызметтерінің жүзеге асуына ерекше мән берілу қажет. Мысалы, егер оқулықтың мазмұны дұрыс құрылымдалмаса, қаншалықты құнды мәліметтер берілгенімен оқушыға онымен жұмыс жасау қиындық келтіретін болады. Қазіргі мектеп оқулығы оқытудың мазмұны мен әдістері түрінде білім беру мақсаттарын нақтылай отырып, білім алушыларға ғылыми білімді қолжетімді және түсінікті түрде игеруге бағытталған. Қазіргі оқу материалының мазмұнын іріктеу және құрылымдау, ұғымдар мен түсініктер, фактілер, оқу зерттеу қызметінің түрлерінің жиынтығы, ғылым әдіснамасының, білімнің пәндік саласы мен оқыту әдістемесінің өзара байланысын қамтамасыз етеді. Оқулық жазуда пән бойынша оқушылардың меңгеру қажет ақпараттар мен білімдер жүйелі түрде берілуі керек. Олар қабылдауға, түсінуге ыңғайлы ұйымдастырылуы қажет.
Оқулықта білім берудің мақсаттары оқытудың мазмұны мен әдіс-тәсілдері түрінде нақтыланады. Ол біріншіден оқу үдерісінде көптеген қызметтерді атқарады. Екіншіден оқытудың түрлі объектілерін қозғалысқа, яғни оқу әрекеттерге белсендіреді. Оқулық оқу бағдарламасы негізінде жазылады. Тек кейбір жағдайда ғана автор оқулық мазмұнының логикасына туындайтын азды-көпті орынды ауытқуларға жол беруіне болады. Жалпы оқулық пәнді оқып үйренудің бағдарламада тұжырымдалған жалпы мақсат міндеттердің көрініс табуы, оқу материалдарының тәрбиелік тұрғыдан терең баяндалуы, ғылымның практикамен байланысын көрсететін материалдардың берілуі, бағдарламада санамалап көрсеткен материалдардың толық қамтылуы, оқу материалын баяндаудың бірізділігі мен белгіленген көлемін сақталуы тәрізді мазмұндық және әдістемелік тұтастық негізге алынып жазылуы керек. Көркем шығарма бөлімдерін және оның негізгі идеяларын толықтай түсіну үшін медиа материалдарды қолдану, оқушылардың белсенділігін арттыру үшін акты мүмкіндіктерін тиімді қолдану, медиа құралдарды қолдана отырып ақпаратты және дәлелді түсіну, әртүрлі пікірлерді талдау және салыстыру, медиа құралдарды қолдана отырып ғаламдық мәселелерге қатысты тақырыптарды нақтылау және әртүрлі пікір тұрғысынан сыни талдау жасау, акты қолдана отырып таныстырылым дайындау, салыстыру, бағалау, зерттеу және бірлесе отырып пікірлерін дәлелдеу. Қазақ әдебиеті пәнінің мазмұнын ұйымдастыру. Қазақ әдебиеті пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі беріліп тұр алдарыңызда. Бұл 5, 6 және 7, 8, 9 сыныптарға арналған. 6 классқа арналған қазақ әдебиеті пәнінің мазмұны: түсіну және жауап беру, әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Екінші, анализ және интерпретация, шығарма композициясында белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Үшінші, бағалау және салыстыру, кейіпкерлерді өзара салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Әдебиетші мұғалім ең алдымен көркем сөз сипатын, заңдылықтарды білу керек. Сондай-ақ көркем туындыны талдаудың ғылыми әдістемелерін жетік меңгеру қажет. Әдеби шығармаларды талдауда мұғалім мен оқушы арасында бірлескен еңбек, бірлескен шығармашылық, өнерпаздық орын алуға тиіс. 6 классқа арналған қазақ әдебиетінің мазмұны: әдебиетті оқыту әдістемесінің таяу болашақтағы даму бағыттары, әдеби білімді саралауды жүзеге асыру, гуманистік, адамгершілік, эстетикалық, оқушының көркемдік, ассоциациялық, образдық ойлануы, оқытудың шығармашылық сипатын көтеру, білім берудің жаңа технологиясын ендіру, пәнаралық пәнішілік байланыс, оқытуды демократияландыру. Қазіргі заманғы білім беру моделінің талаптары: функционалдық сауаттылық, оқыту процесін ұйымдастыру мен нәтижелерін бағалаудың құралы мен формалары, жаңа формация мұғалімі, мұғалімдердің кәсіби біліктіліктерін үнемі арттыруы, деңгейлік курстар арқылы, оқушы, мұғалім, ата-ана үштігі, ақпараттық коммуникативтік технологияларды сабақта пайдалану, қазіргі заманғы технологияларды сабақтарға енгізу, оның ішінде сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту деген сияқты, модульдік оқыту, үштілділік қазіргі заман сұранысы. Орта мектептің оқу бағдарламалары. Орта мектептегі әдеби білім 3 сатыдан тұрады: бастауыш сыныптар, орта сыныптар және жоғары сыныптар.